I grew up on the south side of the city. Мен қаланың оңтүстік бөлігінде өстім. Менің анам қара нәсілді, ал әкем ақ. Мен көбінесе өзімнің анаммен өскем. Біз қара нәсілді адамдар тұратын көршілестіктерде тұрдық. Және мен қара нәсілділерге арналған мектептерге бардым. Қазіргі уақытта афроамерикалықтар олардың гүлденуіне арналмаған жүйеде жәбірлік көруде. Нәсілдік нанымдар мен нәсілдік әділетсіздік сұрағын қалай шешеміз? Барлық адамдарға рухани әрі материалды тұрғыда гүлденуге мүмкіндік беретін жүйені қалай құрамыз? हाम्रो क्षेत्रमा Біздің аймақта үкіметтік кеңселерде, мектептерде және қоғамдық орындарда істейтін жоғарғы каста адамдары әрқашан басқарады. आफ्नो सबै कार्यहरू चलाउने. र त्यसले गर्दाखेरि Сондықтан бай болғандар одан сайын бай түседі, ал кедейлер одан сайын кедейленеді. Касталарға бөліну қашан жойылады екен? Менің жанұям Чилидің дәстүрлі жанұяларынан. Дін мен қоғамдық өмір әрдайым оның құрамдас бөлігі болған. Біз жай ғана қайталап келген дәстүрлерге күмән келтіруге болмайды деп ойлайтынмын. Әлемге деген басқаша көзқарасыңның болуы, өзгеше ойлауың қалыпты деп айтатын біреуді кездестіруді тілейтінмін. Мен бала немесе жасөспірім болған кезде қоғам өте қатыгез болатын. Бөлінген қоғам еді, және бұның бәрі соғыс арқылы білдірілетін. Сізге таныс адамдарды жиі өлтіріп кететін. Бұл бүкіл жерде болғандықтан, болып жатқаннан тыс басқа өмірді елестету өте қиын еді. Мен өзіме біз осы елде қалайша тұрып жатқанымыз туралы сұрақтар қоя бастадым. Неліктен біздің қоғам соғысуда? Неде болса бір-бірімізден сондай басқаша емес едік қой? Біз соншама өзгешеміз бе? Мен өскен қоғамның дәстүрлері керемет, және олар маған қатты ұнайды. Алайда қыздарды ұлдардан төмен қоятын қатынас әлі де бар. Бұндай қатынас қыздардың білім алып, қабілеттерін дамытуына кедергі жасайды. Bu munosabat qizlarni kelajakdagi Неліктен біз қыздарға тең мүмкіндіктер бермейміз? rivojlanishlari uchun to'siq bo'lib qoladi. Nima uchun Бізді де, әйелдерді Құдай жаратты емес пе? Axir biz qizlar ham Xudo tomonidan yaratilgan emasmi? Менің ата-анам ажырасқан кезде мен 8 немесе 9-да едім. Бұндай жаста ұзақ мерзімді салдарын ұғына алмайсың. Шынымен өмір қайнар көзі болған одақ бұзылады. Қорқыныш,
ашу, реніш пен әлсіздік сияқты сезімдердің орнын қуаныш, үміт пен жанұяда бірлік құру қабілеті қалай басатыны туралы өзіме сұрақ қоямын. Мен мақсатсыз абыржып жүрген едім. Менде еш арман жоқ еді. Өзімнің кім екенімді түсінбейтінмін. Өз елінен, өз үйінен, өз жанұясынан алысқа кету адам үшін өте қиын. Мен Ирактан бірқатар рухани және материалдық себептерден кеттім. Біз көбінесе менің пікірім сенікінен жақсырақ, менің дінім сенікінен жақсырақ, менің нәсілім сенікінен жақсырақ дегенді дәлелдеу үшін дауға түсетінбіз. Адам өзінің жан дүниесін дамыту үшін әлде ойран салып, шешімсіз және ортақ мақсатсыз конфликттерді тудыру үшін жаралған ба? Қыздарымыздың арқасында біз бұл уақытта әдетте ояумыз. Қыздар есік қағып, өздерін кіргізуді талап етеді. Сондықтан біз амалсыздан тұрамыз. Таң сәрде жаңа күннің белгісін беретін нұр көрінеді. Мен өте діни отбасыда, біз ұстанған дін дұрыс деген түсінікпен өскен болатынмын. Алайда есейе келе алаңдай бастадым. Құдай басқа діндерді мақұл көрмейді ме? Мысалы, егер адам әлемнің басқа түкпірінде туып, басқа дінге жататын болса, сонда ол қарғысқа душар болғаны ма? Мен Құдай сондай дегенге сене алмадым. Әртүрлі діндердің бар болуына түсіндірме болуы қажет қой. Біз дәрігер ретінде науқастың ауруын анықтап, сол дертке қарсы дәріні жазып беру үшін клиникалық әдістерді қолданамыз. Бахаулланың айтуынша, Құдай тәңірлік дәрігер іспетті, және адамзаттың тынысы оның қарауында. Және Құдай әр заманда сол уақыттың мәселелерін шеше алатын, ашылымды жеткізетін, өз көріністерін жіберіп тұрады. Мен осында таң атқанда келгенді ұнатамын. Бұл тым-тырыс, керемет жер. Бұл баптың кесенесі. Ол 200 жыл бұрын туған. Қазір бұл жер қуаныш пен нұрға толы. Алайда ол дүниеге келгенде көптеген адамдар үшін әлем езушілік қараңғылығына толы еді. Шираз парсы елі, жас бап, ғажап бала. Оның таңырқаған мұғалімі өзінің дарынды шәкіртін ештеңеге оқыталмаймын деп, оны үйіне қайтарып жібереді. Басқа балалар ойнап жүргенде, бап оңашада дұға қылып, медитация жасауды қалайтын. Ол өсе келе, жас саудагерге айналғанда, халық оның тақуалығына, әдептілігіне және әділдігіне сүйсінеді. Парсы жұртының өмірі кезі келгенде оның олардың арасында болуының арқасында түрленеді. 19 ғасырдың ортасында әлемде мессиялық күтілу сезілген болатын. Ал Иранда Хусейн Молда деген жас жігіт соны тек қана сезіп қоймай, сонымен қатар ол іздеген, уәде етілгеннің келген туралы иланып, оны іздеп табуды өзінің борышы етеді.
1844 жылдың көктемгі кеші. Хусейн молда зиялы жас және ақиқат іздеуші. Уәде етілгенді іздеуде. Дұға етіп, ораза ұстаумен өткен бірталай аптадан соң, Хусейн молда өзін магнит тәрізді аңқыған раушандары және бұлбұлдарының сайраумен әйгілі Ширазға тартып тұрғанын сезеді. Кеш құрым, шаһар қақпасына шаршап шалдығып келген беті, оны жайдары жас жігіт қарсы алып, онымен ескі досы іспетті сәлемдеседі. Жылы шырайлықтан әсер алған Хусейн молда бейтаныстың үйіне шақыруын қабыл алады. Сол тағдыр шешті кеште Хусейн молданың өмірі және адамзат тарихының тұтастай барысын өзгертетін сұхбат орын алады. Олардың сұхбаты таң атқанша жалғасады. Ал Хусейн молда өзі қойған сұрақтарына алған әрбір жауап еш күмәнсіз үй иесінің мәлімдемесін, яғни ол бап, уәде етілген екендігін растағандығына таңырқай куә болады. Ұйқыға батқан әлемге хабарсыз уәде етілген Құдай күнінің шапағы атты. I find it so interesting. Шираз қаласында баптың жариялауынан кейін дәл сол уақытта жер шарының басқа жағында Сэмюэл Морзе өзінің алғашқы Морзе кодын Вашингтоннан Балтиморға жібергені ерекше жайт. 1844 жылдың мамыр айы адамзат тарихында тұңғыш рет бір қаладан екінші қалаға қолма-қол хабарлама жіберілді. Бұл қандай хабарлама еді? Міне, Құдай не жаратты? Адамзат байланыстың екі құралын бір сәтте алғандай болды. Баптың жариялауы адамзаттың рухани бірігуіне жол ашса, телекоммуникация саласындағы прогресс Морзенің ең алғашқы телеграммасынан басталып, адамзатты біріктірген ғылым мен техниканың бұрын соңды болмаған дамуына алып келді. Бұл өлім туралы бірінші рет осында Венада естідім. Бас кезінде қызықпадым, және ондай болу мүмкін емес деп мысқылмен жауап бердім. Жаңа діннің болуы мүмкін емес. Басқа адамдарға емес, өз жүрегіме құлақ асып, бұл жайтты өз бетіммен зерттеуге біле болдым. Әрбір қадамда қорқыныш сезімі ере жүрді. Мен өзімнен бізге осылайша оңынан бұйырған ба деп сұрай жүрдім. Құдай адамзатты тастамады және бізге жаңа елшісін менің ғұмырымда жібергені бізге оңынан бұйырғаны ма? هل أنا محظوظ أن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عن البشرية وقام بإرسال الرسول القادم في وقتي؟ Баб өзінің миссиясын Хусейн молдаға жарияланғаннан кейінгі күндер мен апталарда тағы бірнеше адам өз беттерімен бапты таныған соң, ол оларды өз ілімін таратуға жан-жақтағы провинцияларға аттандырды. Мыңдаған адам қабылдады, бірақ билікті бұл әбігерге салды. Кейбіреулер баб ілімінің ақиқаттығын қабылдаудан бас тартса, басқаларды оның ілімі баурап алды. Біз вахид туралы оқыған оқиға естеріңде бар ма? Баби қозғалыс туралы және Ширазда бір кісі адамдарды оқытып жүр дегенде естігенде, Шах Вахидті сонда жіберуді ұйғарды. Ол заң, ғылым мен дін саласында Иран бойынша ең білімдар адамдардың бірі еді. Оны шах та ирандық қоғамда қадірлеп, ардақ тұтты. Баптың мәлімдемесі туралы білу үшін, тәкаппар әрі жетістігі мол Вахид баптың даналық алдында мүлдем дәрменсіз еді. Үшінші сұхбаттан кейін Вахид өзінің пендешілік атақ даңқын артқа тастап, өзінің бар өмірін бапқа қызмет етуге арнауды шешеді.
бапты мойындап, оған адал қалған мыңдаған адамдармен қатар вахид өмірін өзі қабылдаған іс үшін береді. Баптың шағында дінбасылар дәстүрлер мен догмаларға сүйеніп басқаруға тырысты. Ал адамдар оларды себебін түсінбестен қайталай берді. Бәрі дамиды, және эволюцияға ұшырау дінді де айналып өтпейді. Осылайша, Құдайдың ең бертінгі көріністерін қабылдау, жанды азаттап, бізді жаратушыға жақындатады. Бап туралы естіп, Тахираның өмір баянымен танысқанда қатты толқыдым. Va bu menga juda ham ta'sir qildi. Қыздарды оқуға және жазуға үйретпеген заманда Тахира сауатты болған. Тахира баптың ілімін қабылдаған тұңғыш әйел болған. Оның ілімі бұрынғы ілімдерден айрықша болғанын және жаңа дәуірді белгілеген ол түсінген. Сол себептен ол бір күні ер адамдардың жиналысына ашық жүзбен, бет-пердесіз кіріп келді. Бұл әрекет сол жиналыстағы ерлерді дүрліктірген болатын. Алайда осындай әрекетімен Тахира бұрынғының нанымдары мен ырым-жырымдарынан арылатын уақыт келгенін көрсетті. Look up, look up, look up, look up, a dawning day draws its first breath, the world grows light, our souls begin to glow. Hazrati Bobning davomchilari Баптың мыңдаған ізбасарлары тұтқындалып, өлтірілді. Hibsga olinib qatl etilgan. Shu jumladan Тахираны да тұтқындап, қатыгездікпен жазаға кесті. qatl etilgan. Va u o'limidan oldin Сендер мені қашан өлтіргілерің келсе де, өлтіре беріңдер. Бірақ та, әйелдердің эмансипациясын тоқтата алмайсыңдар деп, өлім жазасына тартыларда айтқан деп баяндалады. Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw. May friendship ancient, hatred's record so may love grow from the seed of love we sow. Баптың атағының өскендігі соншалық, билік оның сенімінің тарауын тоқтатудың амалын, оны өлім жазасына тартудан басқа еш нәрседе таппады. Сөйтіп, 1850 жылы оның жазасы туралы жарлық шықты. When the Bab addresses the crowd, Бап Тебриз алаңында тобырға Құдай елшілерінен біреуін атуды, яғни бұл сұмдық миссия тапсырылған полкқа жолдауын айтқанда, өкініштісі Баптың қасында өз өмірін беруді қалаған оның жас ізбасары Анис та бар еді. Бап осы тобырға Анисті үлгі ретінде келтіреді. Егер сендер маған сенген болсаңдар, уа адасқан ұрпақ, дәрежесі бойынша сендердің көпшіліктеріңнен жоғары тұрған мына жастың үлгісіне еретін едіңдер. Сендер
мені мойындайтын күн туат. Бірақ сол күні мен сендердің қастарыңда болмаймын. Баптың азапты өліміне байланысты жүрек тебіренуінің бір себебі құрбандық идеясы. Оның жалғыз ниеті Алланың жолдауын адамзатқа жеткізу. हामीलाई थाहा छ यो बिरुवा भनेपछि एउटा सानो बिउबाट Бұл өсімдік кіп-кішкентай дәннен басталып, жаңа өсімдік болып өсіп шықты. जसरी यो बिरुवाले यदि बाप Сол дән секілді бап өзін құрбандық етпесе, біз Бахаулла туралы білмес едік. Бап қақпа дегенді білдіреді. ढोका हो, द्वार हो. Ол жаңа өркениетке жетелейтін, жаңа ашылымға алып келетін жолды ашу үшін келді. लागि उहाँ आउनु भएको थियो. Билік баптың жарығын сөндірдік деп ойлады. Ал шынында оның өлім жазасы сәтінен кейін әлемге жаңа күш босатылды. Ол өткен шақпен батыл үзіп, Құдай кімді келтірсе, соны, яғни Бахаулланың келуіне жол дайындайды. Бағдат, 1863 жылдың сәуірі. Баптың көрнекті ізбасарларының бірі, өткен жылдардың өшпенділігінен аман қалған Бахаулла өзінің серіктеріне ол бап паш еткен, сол ұлы тәңірлік ұстаз екендігін жариялайды. Келесі 3-10 жылдықта Бахаулланың қаламынан тәңірлік ашылым үздіксіз төгіле берді. Сонысымен өздерінің ең асыл қасиеттерін табуға және өмірдің жаңа өрнегін құруға шыққан тегі әртүрлі адамдарды шабыттандырды. Адамзатқа осы ілімді әкелген үшін Бахаулла абақтыға қамалып, азап пен айдалуға душар болды. Бахаулла күшті алауға айналдырған, кезінде бап жаққан отты өшіру мүмкін емес еді. Бахаулланың адамзатқа кеңесі, қақтығысып жүрген жер халқы мен тайпалары, жүздеріңді бірлікке бұрыңдар, жарығы сендерді нұрландырсын. Басқа діни заң патшалықтарына қарағанда ерекшелігі сол, бұнда қатарынан бірінен соң бірі келген екі құдай көрінісі жіберілген. Ал баптың мақсаты адамзатты Бахаулла ашылымының нұрына, әсемдігіне дайындауға көмектесу еді. Бізде касталық нанымдар бар еді. Алайда Бахаулла принциптерін қабылдаған соң біз өзгеше ойлай бастадық. Содан кейін адамдар қол сұғылмас кастаның үйлеріне бару жүр және сонда тамақ ішеді. Ол теміршінің үйінде қонды деп бізді зеріктірді.
Көпшілік ғайбат айтып, түрлі жала жапты. धेरै किसिमले उनीहरूको लालछना लगाउँछन् धेरै उनीहरूलाई सामाजिक अफेलनाहरू उनीहरूले सहनु पर्ने हुन्छ Бізге қоғамда тіл тигізді. Бірақ біз осы кемсітулерді бастан кешірмесек, прогреске қол жеткізе алмаймыз деп сенеміз. Менің отбасым баппен туыстас. Баптың ағасы менің 5-ші атам болып келеді. Дегенмен әлем бойынша миллиондаған адамның баппен рухани байланысы бар. Тіпті әрқайсымыздың, барша адамзаттың бап және бақауламен рухани байланысы бар. Олар барлық адамдар бір жанұядай болу үшін келген болатын. Адамзат ұжымдық тұрғыда душар болып жүрген проблемалар дерт сияқты. Ал Бахауланың ашылымы ем. Ол өмірді артады. Сондықтан бізге оны қабылдап, іс-әрекетке айналдыруымыз шарт. Жетілген ағаш басқалар пайдасын көру үшін жеміс береді. Жетілгендіктің белгісі басқаларға қызмет ету. Дәл солай адамзат кәмелеттік шағына өтіп, жетілгендік деңгейіне жетіп отыр. Сол тұрғыда біз де адамзатқа қызмет етуге тырысып жатырмыз. Және мен жұмыс істеп жүрген топ азық-түлік өндіру бойынша білімді қалай ілгерілетіп, айналадағы қауымдастық осы білімнен қалай пайда көргізуге болатынын үйреніп жүр. Сіздерді қауымдастық деңгейінде білім беру бағдарламаларын өткізуді 10 жыл бойы үйреніп келген. Қауымдық ауыл шаруашылығы бойынша Энгунгу орталығының ашылуына қош келдіңіздер. Фермерлер өздерінің жергілікті тұқымдарын береді. Біз тұқымдарды осы жерге егеміз. Және сұрыпты тұқымдардан асыра тәуелді болмас үшін жергілікті қауыммен оқып зерттейміз. Мына сіз көріп отырған адамдар ауыл шаруашылығын ілгерілетушілер. Біз теория мен тәжірибеге қатар сенеміз. Мен ол жайында бұрын оқып жүрген Құдай күні осы екен. Дәл өзіміз секілді қарапайым адамдардан күш-жігер талап етілетін болады. Құдай бізге әлемді үміт еткен жұмаққа айналдыруға рахым етті. Біз осында келуге бұрын сескенетін едік. Себебі көршілерді танымайтынбыз, әрі ешкім қызмет етуге атсалыспайтын еді. Дегенмен, біз кейбір жастарды тауып, олар негізгі қызмет түрлерін ашқан соң, олардың айналасындағы адамдар қатыса бастады. Тіпті бейтаныстарды өз көршілестіктерінде қабылдайтын болды. Бірте-бірте біз қауіпсіз сезіне бастадық. Және көршілермен араласу жеңілдей түскенін байқадық. Мұндай 5 жыл бұрын тіпті мүмкін емес еді. Көршілер болса, қызмет етуге көтеріліп, балаларына келіп жүр. Және тек өздерінің ғана емес, қауымдастықтың балалары туралы да ойлайды. Осындай қызмет түрлерін қауымдастықта өткізу тіпті керемет. Себебі балалардың қалай өзгеріп жатқанын байқауға болады.
Балалардың өзгергені барлық көршілестікке тарап, одан әрі ұлғая береді. Ал бұл болса, біздің басты ниетіміз емес пе? Барша әлемге Бахаулланың бірлік, жеке әрі рухани түрлену және қызмет етуді өміріміздің бір бөлігіне айналдыру туралы ілімін паш ету. Қызметсіз өмірімді тіпті елестете алмаймын. Онсыз менің өмірім толық болмас еді. Ғибадат үйі ашылғаннан бері адамдар оған ерекше ықыласпен қарай бастады. Жандарды Бахаулланың ашылымына жақындату мүмкіндіктері шексіз. Бахаулланың ашылымын халыққа паш етуге ат салысуымыздан бөлек, Бахаулла Сантьягоның әрбір жанымен байланыс орнатуда. Және бұған біз қарсы ештеңе жасай алмаймыз. Бахаулла мен баб жазбаларындағы ғибадат ету концепциясы қызмет етумен тығыз байланысты. Баб құр тағзым ету жеткілікті саналған заман өтті. Пәк таза істерге ұласқан ізгі ниеттен басқаны ол қабылдамайтын уақыт келді деген. Осы ғибадат үйінің негізінде әртүрлі әлеуметтік топтағы және түрлі текті адамдар дұға етіп қана қоймай, ғибадат үйінен адамзатқа қызмет болатын істерді жасауға шығады. Бірнеше ай бұрын Бахаи сенімі туралы еш нәрсе білмейтін едім. Ғибадат үйіне бірінші рет барғанда шабыт алғаным соншалық, тіпті терең танып білуге тырыстым. Көптеген адамдармен кездестім, дұға кештеріне қатыстым, қауымдастықпен кездестім. Олар маған көршілестікте өткізіп жатқан жұмыстары туралы айтып берді. Және бұл маған бірлік үшін еңбек етудегі нағыз амал болып көрінді. Мен бұған қосылуға бел байладым. Мен ізденісте болдым. Дінді толықтай түсінгім келді. Сөйтіп ғибадат үйіне келдім. Сонда өтіп жатқан бағдарламаны тыңдадым. Жеке адам және қауымдастық ретінде біздің кім екендігіміз туралы ой естідім. Біз бөлек нәсілдер емес, бір тұтас отбасымыз. Бұл мәселенің рухани шешімі болса керек. Ғибадат үйінің табалдырығын аттағанда көптеген адамдар бұл рухты сезеді және осы рухты өздерінің көршілестіктері мен қауымдастықтарына қалай көшіруге болатындығы туралы білгісі келеді. Бахаилар және олардың достары үйлерінде дұға оқып, қауымдастықтың қажеттіліктерін талқылау үшін және қызмет ету мүмкіндіктерін арттыру мақсатында көршілестікте әртүрлі адамдарды жинай отырып, бұған көптен бері үйреніп келуде. Бахаулланың ілімі осы қараңғылықтан құтылу үшін бізге берілген тәрбиелік құрал. Біздің елде смәләк дайындау дәстүрі бар. Біз оны көктемнің алғашқы күнінде дайындаймыз.
Bu pishirish uchun Оны дайындау процесі өте күрделі o'zida және бірталай адамның қатысуын талап етеді. o'zida ko'p mehnatni, ko'p kishilik mehnatini talab qiladi. Shu kabi Білім мен қауымдастықты жақсарту мақсатында да біз осылай еңбектенуіміз қажет. qilish uchun shunday harakat qilish kerak. Рухани білім беру процесінде шамамен 50-дей жас атсалысуда. Бұл бағдарлама қыздарға білім алудың маңыздылығын түсінуде қатты әсер етеді. Ta'lim olishni zarurligini ular tushunib yetishadi. Va shu orqali biz mana suvalakni Дәмді сүмәләкті бөліскендей, өзгелермен білім және осы бағдарламаны бөлісеміз. bilan bo'lishib rivojlanishga harakat qilamiz. Қазір біздің ауылда көркеуге үлесін қосып жатқан 200-дей адам бар. Rivojlantirib Бұл білім ауылымыздың көркею мен бірлігі үшін ең керемет құрал. Қауымдастықтың дамуы үшін әйелдер де, ерлер де жауапкершілік алуда. katta yordam beradi. Bu jamiyatning har bir qismida Біз қол жеткізіп жатқан нәтижелер барлығымызға тиесілі. va ham erkaklar teng hisoblanamiz. Олар тек біздің ауылымызға ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемге және барлық ұлттарға тиесілі. Faqat bizning qishlog'imizga, balki butun bir dunyodagi hamma xalqlarga tegishli deb o'ylayman. The teachings of Бахаулла және Баб ілімдері солтүстік Ирландия үшін ерекше маңызды. Northern Ireland. It's a society Бұл қоғам әуелі бастан дін бойынша бөлініп келген. Көршілестіктерде өз жерлерін белгілермен бөліктеп қойған екі қауымдастықты аралап көрдік. Олар бұл біз, сіз бұл міндеттемені қабылдауыңыз керек деп айтады. with this particular allegiance. In the context of Belfast, Белфаст контекстінде хаб өте маңызды, өйткені ол барлық адамдарды байланыстыратын жер. Ризашылық туралы не айтқанымыз және не үшін алғыс білдіргеніміз естеріңізде ме? О, иә, естеріңізде. Бұл көршілестік көп ұлтты және тұрғындардың көбісі жастар. Олар әртүрлі адамдардың бірге өмір сүріп, жұмыс істеудің алғашқы нәтижелерін көрген. Біз бұл жерді адамдар осы физикалық ғимараттың рухын сезіне алатындай етіп безендіруге тырыстық. Атап айтқанда, бірлік нұрының құдіреттілігі соншалық, ол бүкіл жер бетін жарыққа бөлей алады. Көршілестіктегі достарымызды хабқа шақыру барысында біз адамзат бірлігіне сүйенеміз. Бұл ынталандырушы принцип. Біз болашақта солтүстік Ирландияны біріктіруге болатындығы туралы түсінік беру үшін жастармен бірге жұмыс істеуге тырысамыз. Бахаулла ілімінің басты ұстанымы адамзат бірлігі. Бірінші кезекте, сіз адамзатқа адалсыз, бұл сіздің ұлтқа немесе тайпаға деген адалдығыңыздан басым болу керек. Соңғы 3 жыл бойы біз қызмет ету үшін жиналамыз. Біздің ауылда барлығы қауымдастық жетекшілері, әлеуметтік қызметкерлер, бизнес иелері, жергілікті қауымдастық банкі және Бахаи сабағына баратын балалардың ата-аналары бізге осы қызмет ету жолында көмектеседі.
Мен 2 жыл бойы осы ауылдың бас жетекшісімін. Бахаи бағдарламасы басталған кезде олар мені ақылдасуға шақырды. Біздің қауымдастықта болып жатқан бахаилардың негізгі қызмет түрлері бас ұйымдастырушының жұмысын жеңілдетеді. Өйткені біздің ауыл қазір қауіпсіз. Маған ұсыныстар түседі және де Бахаи рухани білім беру бағдарламасы қауымдастықтың одан әрі дамуына көмектеседі. Балалар сыныбына қатысып, рухани білім алуы өте маңызды. Қалай адал болу керек, ақиқат жолымен қалай жүру керек, шыдамдылықты қалай дамыту керек. Касталар болмау керек. Әртүрлі топтарға бөлінбеу керек. Әлемде адамзаттың бірлігі болу керек. Бұл қазір болып жатыр. Бұл өте маңызды жетістік. Бахауланың ілімі мен принциптері арқылы біз адамдардың күнделікті өміріндегі өзгерістерін көреміз. Сөздерінде, мінез құлқында және жұмысында Бахаула ілімінің іс-әрекетте қалай көрініс табатынын көреміз. Okay, go on, ready? You got a flat tire, I got a spare. So we're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, this is what we're working towards, just so we have something that we've actually done. We're here. Біз барлығымыз бірге Ngatu жасаймыз. Тонгада Ngatu жасау ұжымдық жаттығу. Creating Ngatu is very much a collective practice. Біз әдемі Ngatu'ды көргенде таңғаларлық шыдамдылық пен сүйіспеншілікті және өздерінен жоғары бір нәрсе үшін еңбектенетін адамдар тобын көреміз. Біз біртұтас отбасы ретінде бір нәрсені құруға тырысамыз. Кеше мен бәрімен жұмыс істеп жатқанда көзіме жас келді. Өйткені бірге еңбектену отбасымыздың бірлігін күшейтетінін білемін. Біз бұны баптың 200 жылдығының ерекше жылы кезінде жасағымыз келді. Баптың бір керемет дәйек сөзінде, қандай да бір нәрсені меңгерген адам, соны жұмағынан айырмау үшін, оны толық кемелдікке дейін жеткізу керек делінген. Егер біз өз отбасымыздың мәдениетін бақыласақ, оны қалай кемелдікке дейін жеткізуге болады? Егер бізде қазіргіден де әдемірек және бірлігі мықтырақ бола алатын қауымдастық туралы түсінігіміз болса, біз сол бағытта жұмыс істеуге міндеттіміз. Бұл бап және Бахаула іліміне сәйкес келетін әдемілікке жетудің немесе мән мағыналы болудың тамаша тәсілі. Олар бір-бірінен үйренеді. Сонымен қатар, отбасыдағы жұмыс бүкіл қауымдастыққа қандай пайда келетіні туралы түсінікке ие. Және бұл екі аспект ажырамас. Бұл Бахауланың бізге бергені.
هناك فريق Венада жақын достарым бар. Біз бәріміз түрлі ортадамыз. Парсылар, австриялықтар, арабтар бар. Қауымдастығымыздың құрылуына үлес қосу үшін жауапкершілікті қабылдау бізге берілген игілік. Нака мен Хамуди күрттер, алғандар арабтар. Мүмкін басқа жерде біз тіпті кездеспеуші едік. Солай емес пе? Менің өмірімді өзгертуге көмектесетін ең маңызды нәрсе қызмет жолын табу. Тілдік кафе. Бұл жасөспірімдер бағдарламасының идеясы. Жасөспірімдер мектепке 11 жастан 15 жасқа дейін барады және жергілікті тілді тез үйренеді. Соның арқасында олар жасы үлкен және тілді үйрену қиын болған адамдарға қызмет ете алады. Бұл жастар тобында көптеген дарындар бар және олар істің мәнін сезінуді және белсенді қауымдастықтар құруды қалайды. Мұнда біз сұлулыққа деген шынайы құмарлықты көреміз. Әр түрлі діндер мен тегі әр түрлі адамдар біртұтас және қолдаушы қауымдастық ретінде жиналған кезде және оның арқасында біз бүкіл халықтың Бахаулла іліміне деген қозғалысын көреміз. Махаббат, күмән келтірмейтін шындық, сүйіспеншілік қоғамдағы барлық адамдарға ортақ. Махаббат тіршілігіміздің себебі. Уа, жер жүзіндегі халықтар, расында, сендердің араларында мінсіз кітаптан тараған Құдайдың нұры пайда болды. Ол сендерді бейбітшілікке жетелейді. Және Құдайдың қалауымен қараңғылықтан аттап шығып, жарыққа баратын осынау алысқа жайылған шындық жолына түсіңдер.